мұғалім, но бізде уже, знаете, изначально нам уже как эпитет. Мынау мұғалім, модератор, мынау исследователь, мынау мастер. Бізде де солай. Ал рахмет сізге, сұрағыңызға рахмет. Ал неге сіз өзіңізді мен экспертпін деп ойлайсыз? Неге сіз өзіңізді модератормын деп ойлайсыз? Жоқ, мәселе администрацияда да емес, мәселе қойып отқан талапта да емес, мәселе сізде болып тұр. Сіз өзіңізді экспертпін деп, сізді эксперт алдыңыз ғой, бітті мен экспертпін. Міне эксперт. Болды, мен эксперт, әкімшілік мен эксперт деді. Зерттеуші болса тіпті аспанда тұрады. Бір неге қатысатын, курсқа қатысатын мұғалімдер болады. Мен зерттеуші мұғаліммін деп бастайды бірінші. Сосын кейіннен осындай сөздерді айтқан соң барып түседі. Сіздер өз араларыңызда мұғалімдер, бір-бірлеріңізді анау модератор, анау эксперт, анау зерттеуші деп бөліп жікке бөліп тастағансыздар. Өздеріңіз бір-біріңізді жай ғана мұғаліммін деп қабылдамайсыздар. Сіздер не штатовы деление идет, да?